саламатсыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода біз 3D открытка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге Pixar деген программа керек. Сонымен қатар дайын шаблондарымыз керек. Pixar программасына кіреміз. Сосын дайын шаблонымызды аламыз. Мысалға дайын шаблонды былай алып, мына жақта жазуларын жазасыздар өздеріңізге керекті. Мен сіздерге қазір сурет қоюды көрсетемін. Сосын рисовать деген тұр. Осыған басасыздар. Мына жақта қарасаңыздар ең бір ұшында наложение тұр. Басасыздар, черный фонды астына түсіреміз. Фотоға басамыз да, фотоны таңдаймыз. Галереямыздан өзімізге керекті 4 фотоны таңдаймыз. Квадратный рамкада болады, сондықтан мен бірден квадратный қиып аламын. И сәл былайынан кішірейтіп. Осылай қоя бересіздер. Келесі фотоны таңдаймыз. Так, менде клиенттің фотосы. Осыны жасай берейін қазір. Так, көзі квадратный болып тұр екен. Осылай мне Pixarпен қоя саласыздар. Так. Жіберейін. Сосын тағы да фото қоямыз. Осылай 4 фото қоямыз. Мына фотоның качествосын жақсартуға болады, қыздар. Мен потом шаблонның өзін шығаратын кезде фотоның качествосын жақсартып аламын. Міндетті түрде фотоның качествосы жақсы качестводағы фотолармен жұмыс жасауға тырысыңыздар. Егер де клиент жақсы качестводағы фото таба алмаса, онда придется өздеріңіз качествосын жақсартуға. Оны жақсарту үшін сіздерге Play Market'тен Remini деген приложение бар, қыздар. Remini деп жазылып тұрады, сол приложениені алып аласыздар. Күндігіне 5 фотоны бесплатно обработка жасауға мүмкіндік береді. Качествосын жақсартуға. Міне жасадым. Сонымен мына жерге жазуларын жазасыздар мына беттерге. Негізі шаблондарда готовый жазулармен тұрады және пустойлар тұрады. Өздеріңіздің қалауларыңызша сөздерін жазып алсаңыздар болады. Сосын сохранить етеміз. Так, реклама. Міне сохранить. Болды, сохранить етеміз. Сурет біздің галереямызда тұр. Ары қарай шығарамыз шаблонды. A4 форматта 2 бет шығады. Шаблонымызды шығарып дайындап алдық, қыздар. Шығарып, қиып, міне осылайынан. Открытканың шаблонын 230 граммдық қағазға шығарамын мен. Барлық бөліктерін сонымен қатар қиып алдым. Енді керек заттармен таныстыра кетейін сіздерге. Біз бұл открыткаларға беговка жасау керек боламыз. Беговка жасау үшін бізге сызғыш және біз немесе жазбай қалған ручка, яғни бас жағы былайынан үшкірлеу келген құрал керек болады беговка жасау үшін. Сонымен қатар 2 қайшы, міндетті түрде 2 қайшы ұстаңыздар, қыздар. Біреумен қағазды кесесіздер шаблонның өзін, екіншісі двухсторонний скотчқа арналған. Двухсторонний скотчқа өзіне жеке қайшы арнап қоймасаңыздар, бір қайшымен қағазды да двухсторонний скотчты екеуін бірге қиюға болмайды. Себебі қайшыларыңыз былайынан клей болып кетеді, қыздар. Сондықтан міндетті түрде осылай қағазбен жұмыс жасап, яғни бомбонеркалар жасап, той бастарлар осылайлар жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қолдарыңызда 2 қайшы болсын. Біреуі қағазға, екіншісі скотчқа арналған. Болды, бізге барлық керекті заттар осы. Енді беговка жасаймыз. Беговканы қай жерінен жасаймыз біз шаблонның? Міне бізде ішкі бетінде қараңыздар, мынандай X сияқты тұр, иә? Осы жерден беговка жасаймыз. Сосын міне былайынан ұзын бір сызық тұр, осыған. Мына шеттегі сызықтарға тиіспеңіздер. Беговка ештеңке жасамайсыздар, ол тұра береді. Міне осылайынан X қып жасаймыз, и сосын ұзынынан ұзын бір сызық бойымен беговка жасаймыз. Одан кейін суреттердің шаблонына, тура мына сызықтардың бойымен беговка жасаймыз. И сыртқы шаблонда қараңыздар, жоғар жағында 2 сызық тұр. Біреу, екеу, осы 2 сызықтың бойымен де беговка жасаймыз. Беговканы іш жағынан жасау керек, қыздар. Сырт жағынан
ешқашанда беговка жасамаңыздар, себебі мына шаблондағы краска ұшып кетуі мүмкін, сондықтан да іш жағынан жасаймыз. Ол үшін міне былайынан қоясыздар ғой, сосын бүйтіп үстінен осы оң бетінен былай сызықтардың бойымен нүкте қойып алыңыздар. Енді мысалы теріс аударғанда сіздер көре алмайсыздар ғой. Сол үшін мына сызықтардың бойына былайынан нүкте қойып қойыңыздар. Ол екінші бетінен көрініп тұрады. Міне осылай нүкте қойып қойсаңыздар, қазір сіздерге көріне ма, көрінбей ма? Так, міне көрініп тұр, міне нүкте болып тұр. Сызғышпен осылардың үстінен сызғышпен қойып тұрасыздар да, басы үшкір заттарыңызбен былайынан бүйтіп сызып өтесіздер. Барлық нені де өтесіздер. Так. Мына шаблондарды міне бет жағынан сызықтардың бетімен былайынан нүкте қойып алыңыздар. Міне осылайынан. Сосын теріс бетінде осы нүктелер көрініп тұрады. Томпиып, міне қараңыздар. Міне көрініп тұр томпиып. Соның бойымен беговка жасай саламыз. Қыздар, мен міне беговка жасап алдым. Мен былайынан сызып шығасыздар. Жаңағы сызғышпен, үшкір заттарыңызбен міне осылайынан сызып алдық. Енді бүктейміз. Осы сызықтың бойымен бізге енді бүктеген оңай болады. Былай бір бүктедік, ашамыз и екінші жағынан бүктейміз. Тура осы сызықтың бойымен сол кезде тез бүктеледі. Ашамыз и тура ортадағыдан. Бүктеп алдық. Үстен болып жоғары жағы қараңыздар. Осылай жиналу керек. Одан кейін сыртына да екі сызықтың бойымен беговка жасап алдық. Бұны да былайынан екіге бүктейміз. Өстіп қоя саласыздар, жоғары жағы былайынан сол кезде тік болып тұрады. Сосын іш жағын, ішкі суретін. Бірінші суретті ішке қарай қайырамыз. Одан кейін былай артқа қарай. Сызықымыздың бойымен. Сосын ең соңғы суретті тоже ішке қарай қайырамыз. Сол кезде осылайынан ашылып жабылу керек. Енді келесі кезекте бізге сыртқы бөлігіне ішкі бөлігін былайынан жабыстыру керек. Ол үшін бізге көмекке двухсторонний скотч келеді. Двухсторонний скотч деген мынандай болады. Қазір көрсетемін. Осындай болады. Мен жалпақ менікі жіңішкелеу қиып алам. Сосын былай бүйтіп домик сияқты қылып жан-жағына айналдырып, екі бетінен де осылайынан двухсторонний скотчты жабыстырып шығамын. Міне қыздар, двухсторонний скотчты жабыстырып алдым. Енді ашу керекпіз. Былай ашып тастаймыз, клей қалып қояды сол кезде қағазымызда. Екі жағын бірдей ашпаймын, бір жағын ғана ашып аламын, соны жабыстырып аламын да, одан кейін барып екінші жағын ашамын. Так, ашып алдық. Енді абайлап, асықпай қыздар шаблонның бет жағына жоғары жағын қаратып жабыстырамыз. Төңкеріп, айналдырып, жабыстырып тастамаңыздар. Міне, бет жағы. Туған күніңіз құтты болсын деген жағына, міне,
Былайынан жоғары жақта тұратын шаблон жағын жабыстырамыз. Бірінші жоғары жағын келістіріп алыңыздар өстіп. Асты жағын жабыстырамыз. Қырын абайлап, асықпай жабыстырамыз. Енді екінші жағына тура солай скотчын аламыз. Сосын жабыстырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қатты қиын ештеңкесі жоқ. Міне жабыстырып алдық. Асты жағында, үсті жағында. Енді суретті жабыстырамыз. Ол үшін бізге суретті жабыстыру үшін мынаған полный скотч жабыстырмайсыздар. Мына жоғарғы шет жақ бөлігіне ғана. Мен былайынан жоғарғы шет жақ бөлігіне ғана жабыстырамыз. Қазір көрсетемін сіздерге. Екі тал кішкентай бөлік құйып алдым. Қараңыздар, міне. Мына жоғары жағына, мына төмен жағына жабыстырамыз. Сосын екінші жағына. Енді суретімізді жабыстырамыз. Так, суреттеріңіз төңкеріп жабыстырып жібермеңіздер. Енді осылайна мен былайынан бүйтіп қараймын да, примерно суреттің мына центрі, мына жердегі центрға келтіріп былайынан қойып тұрам да. Көзбен ғой, енді мына жерде тура белгіленген қойған несі жоқ, орны жоқ. Тура бірдей қылып жабыстыруға тырысасыздар. Міне примерно мына шақты орын қалдырып қараңыздар. Осыншалықты. Шетінен 1 сантиметр ғой, мына жерден примерно 1 сантиметрдей қалдырасыздар да, сосын бүйтіп шаблонды жабыстырасыздар. Дұрыс емес болып қалса, алып қайта жабыстыра салуға болады. Ол ештеңе кетпейді. Ондай менде де болып тұрады. Дұрыс жабылмай қалады, егер де қате жабыстырып қойсаңыздар, қисық жабыстырып қойсаңыздар, жабылмай қалады. Аласыздар да қайтадан жабыстыра саласыздар, ештеңе кетпейді одан. Так, енді екінші жағын так. Шетінен 1 сантиметрдей қалдырасыздар да, одан кейін барып жабыстырасыздар. Вот міне мына тұстан 1 сантиметрдей, мына тұстан да 1 сантиметрдей. Көрдіңіздер ғой, 1 сантиметрдей қалып тұр. Сосын жауып көресіздер. Так. Қараңыздар. Кішкене волнамен кетіп тұр, жабылмай тұр. Демек, менде бір жағы қате жабылып кеткен. Міне. Біреусі алдыға, біреусі кішкене артқа тұр. Қараңыздар, көрініп тұр да. Міне мынау арт жақта тұр, мынау алдыға кетіп қалған. Сондықтан да екеуін почти былайынан жабылып тұрған кезде бірдей деңгейде тұру керек та. Әйтпесе мынау жабылмай қалады осылайынан. Так, мен қазір мына жақтың шаблонын кішкене тағы да алдыға жылжытады екен. Ашамыз. Тағы да кішкене алдыға жылжытам. Болды, міне. Енді қараңыздар. Тұп-тура жауып тұр енді. Сөйтіп көресіздер, ашып, оңай ашылып жабылып тұр сол кезде. Бірдей, егерде жаңағыдай жан-жағы бірдей түсетін болса, мынау жабылған кезде міне
осылайынан ашылып жабылып тұру керек. Артында сөз жаздым, алдына жаздым. Осындай болады. Бұл біздің 3D открыткамыз дайын, қыздар, қараңыздар. Өте әдемі. 8 мартта туған күнде, кез келген мейрам мерекелерде осылай открытка жасап, туған туыс бауырларыңызға, құрбы құрдастарыңызға сыйласаңыздар, өте әдемі, керемет сыйлық, қыздар.